Қайырлы күн құрметті біздің әлеуметтік желі парақшасындағы оқырмандар. Бүгін жас қаламгерлер үйірмесінің белді мүшесі жалпы жас ақындар жырлайды деген орын алатын өзен, қаншама тағдыр бар. Ұмытам тіпті өзімнің туған жерімді, есілден келдім өзіне барын құятын, ұялайын недейін сырласып төгем терімді. Монғолия, Қытай елдерін жүрген жағалап, қандастар қайда өз ұлтын сүйген бағалап, оралман қылып қойса да мойын сұнатын елінде қалған қазақтың бәрін ағалап, межеден асып өткені бізге шамалы, қаншама қазақ қалыпты біткен амалы, қазақпын деуге бетім жоқ арым жібермес, шеттегі жұрттың бола алмадым қамалы. Мұндасар олар Алтайдың орман нуымен, руымен емес мақтанып елдің туымен, кемемен кесіп өтер деп келдім аптығып, жол салып қара ертістің ағын суымен. Бірақ та олар кермеді халқым мойында, Қазақстан қалды сағыныш болып ойында. Өзенін жыр боп ар жағы менен бер жағы шарасыз күйде, мен тұрмын ертіс бойында. Ертіс, сен десе қасірет мұңға батамын, соңғы көш деген романды оқып жатамын. Миллион түгіл бір жанға пайдам темеді, әруағы кешір Жұмаділ Қабдеш атаның. Суынды қатем есілден күнде көремін, шуынды қатем жазбайтын ұлттың өленін. Атауын ертіс болғанмен бәрі бір өзен, ағыспен өлшей алмаған жырдың көлемін. Қайтайын мені күтіп тұр Мағжан қаласым, қазақтың қош бол Жүсіпбек туған даласы. Ағынды сумен хатымды далай жолдаймын, әкете алса ертістің сол жақ саласы. Тағы да енді ақын болғаннан кейін жалпы бүгін енді ақындар жырлайды, Айдар сондықта тағы бір өлеңге кезек берсек өзі. Білу үшін өнердің шын бағасын, көзбен көріп руханиятқа қанасын. Зал мен сахна үндестігін талқылап, көрермен боп театрға барасын. Жылайды да күлейді деп бір адам, бірақ оны түсінбейді мың адам. Шынайылық жоғалған соң бұл қоғам тек-токтағы жын ойнақты тыңдаған. Бірақ маған спектакль ұнайды, жырақтасам тірегімде құлайды. Шырақ жағам әр әртістің жолына, мәдениетке бермесем де шырайды. Күш қайратын 5 минутта жұмсаған, кезі барма төккен терім болдаған. Әр ізімді андыған мен өсектеп, әр ісімді шын бағалап тұрмаған. Спектакль бар рухани байлығым, спектакль Құдай берген айлығым. Шымылдығы ашылғанда қуантып, жабылғанда құлатқан ел айбынын. Жаман қылып қорқылады тегімді, алаң қылып қоятындай елімді. Жасандылық табылмайды әрине, табандылық шығарған соң шерімді.
халық деген ұқпайды өз ақынын, сайыс болып қысқанымен тақымын, шындарым болып жаралған соң жалғанда спектакль өмірдегі жақыным. Бәрекелді, рахмет. Құскен Самұрат бауырымыз, саған өлеңде жалпы шығармашылық табыс тілейміз. Әлі жалындап тұрған жассың. Алла расуларыңмен бағындырар белестерің алда, сондықтан соны армандарың, асуларын бағындырып, биік белестерді бағындырып, ойлаған ойлармен жоспарлаған мақсаттарына жете бер. Енді жаңа басында да өзің айттың ғой, алдағы жоспарларың Қызылжар ақындар антологиясына кіру деп өлеңдеріңіз жіберіп жатсыздар, олар топтастырып шығарып естіп жатырмыз, қуаныштымыз. Алдағы уақытта Қазақстан жазушылар одағының жүйрігіне де қабылданып қалады деген жақсы ұсыныстар бар екен. Ұзағынан сүйіндірсін. Құрметті біздің оқырмандар, жалпы ақындар жырлайды айдарында осы қазақ бөліміндегі жас қаламгерлер үйірмесінің мүшелері, біздің кітапқа жақын тұрақты оқырмандарымыз болып саналады, және біздің әдеби қоғамдық шараларға тұрақты қатысып тұратын осы жас ақындардың басын қосқанбыз. Бүгінгі бірінші қонағымыз Құскен Самұрат. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.